Баршаңызға қайырлы күн. Менің дәмді тағам каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, бірінші жасағаннан сәтті шығатын үгітілмелі қамырдан самса жасайтын боламыз. Сіздер үшін ең жақсы рецепт табуға тырыстым. Осындай керемет қамыр шығатын болады. Сіздерге міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Ең алдымен ұнымызды електен өткізіп дайындап аламыз. Ыдысымызға майымызды саламыз. Май міндетті түрде бөлме температурасында болу керек. Егер майыңыз қатты болса, үккіштен өткізсеңіздер де болады. Үстіне шамалап тұзымызды салып, ұнымызды салып, жақсылап араластырамыз. Осы рецептпен жасағаннан кейін басқа самса жегілеріңіз келмейтініне сөз беремін. Осылай етіп асықпай, бәрі бір келкі болғанша араластырасыздар. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркелу батырмасын басып, қоңырау басып, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Сіздерге алдағы уақытта да жақсы рецепттер салуға тырысамын. Келесі кезекте осындай жұмыртқамызды, бір жұмыртқамызды және екі жұмыртқаның сарысын, бұл жерде менде 2 жұмыртқа, және де қаймағымызды 20% қаймақ, кез келген қаймақ бола берсе болады. Барлығын қамырымыздың үстіне салатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Ешқандай да су қоспайсыздар. Осы бар майдан, қаймақтан, жұмыртқадан бізде сап-сары, жұп-жұпсақ, тамаша қамыр шығу керек. Осылай етіп бәрін бір келкі бастырғаннан кейін бізде осындай сап-сары қамыр шығады. Дайын болған қамырымыз, көріп тұрғанымыздай, жұп-жұмсақ. Пакетімізге салып, жарты сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Ол аралықта салмамызды дайындаймыз. Бүгін менде тауықтың фаршы, соған жуамызды ұсақтап турап салатын боламыз. Пиязымыз өте жіңішке, ұсақ болғаны жақсы. Осылай етіп 600 грамм жуамызды барын турап салып аламыз. Көп адамдар негізі жуаны көп болғанын қаламайды екен. Негізі жуасы көп болса, сіздің салмаңыз өте сочный болып, дәмді болады. Жуанның бір ерекше жақсы дәм беретін қасиеті бар. Ең алдымен жуамызды осылай араластырамыз. Суын шығарып, қаттылап сығып тұрып. Содан кейін барып, ол еттің фаршы болсын, тауықтың фаршы болсын, жуамызды сығып алғаннан кейін салып, дәмдеуіштеріңізді салып, қатты қыспай жайлап қана араластыратын боламыз.
Қалауыңыз бойынша тұзыңызды, бұрышыңызды саласыз. Мен енді оның мөлшерін жазып жатқан жоқпын. Өйткені тұздардың дәмі әртүрлі болады. Кейбір тұздар ащы болады, кейбір тұздар дәмсіздеу болады. Сондықтан дәмін қарап тұрып өздеріңіз саласыздар. Осындай бізде жақсы фарш шықты. Енді қамырымызды екіге бөліп алып, бір бөлігін алып қоямыз. Екінші бөлігінен біз 20 түйірдей самса шығу керек. Сіздерде енді кішкентай осындай өлшейтін құрылғыларыңыз болмаса, көз мөлшерімен өлшеп бөлсеңіздер де болады. Көп жағдайда мен көз мөлшерімен кесемін. Тек бүгін сіздерге көрсетейін деп, барлығын 25-26 граммнан осылай бөліп алдым. Осындай менде барлығын бөліп алдым. Содан кейін домалақтап енді самса жасауға дайындаймыз. Барлығын біркелкі дайындап алғаннан кейін менде бұл жерде 20 түйір дайын қамыр шықты. Енді осы қамырымызды жақсылап жайып самсамызды жасаймыз. Қамырыңыз өте қалың, жұқа болмау керек. Орташа етіп, осындай етіп илеп аласыздар. Осы 25-26 грамм қамырдың ішіне 20 граммдай салмамызды саламыз. Ол де отқанымыз кішкентай қасықпен бір қасық толтырып салмамызды салып, енді самсаларымызды түйеміз. Әрине мен сіздерге көрсетейін деп тұрған осылай түйу әдісі жаңалық емес. Дегенмен де көп қыз-келіншектеріміз біле бермейді. Сондықтан әдейілеп мен сіздерге асықпай осылай көрсетіп жатырмын. Ең алғашында өзімнің де қолымның икемі келмеген. Қайта жасағаннан кейін адам өзі жақсы үйреніп кетеді екен. Осындай бізде өрілген жақсы самсаларымыз шықты. Менің противеніме 15 самса сияды. Енді осының үстіне бір жұмыртқамыздың сарысының үстіне шамалап сүтімізді құйып, араластырып, барлық самсаларымызға бір келкетіп жағып шығамыз. Осындай барлығына жағып шыққаннан кейін өзіңізде бар кунжут болсын, немесе кейбіреулер мак себеді. Осылай әдемілік үшін барлығының бетіне сеуіп шығарасыздар. Бұл енді бізде 30-40 минутта піседі. Міне бізде осындай керемет самса шықты. Енді әркімнің духовкасы әртүрлі. Менде духовкамде 30 минутта піседі. Осындай менде әдемі самсалар шықты. Оның әдемілігі былай тұрсын, оның дәмі де керемет болады. Менің енді дайындаған қамырымнан тастай 40 түйір самса шықты. Қалған самсаларымды осылай жасап, тоңазытқышта сақтайтын боламын. 90 күнге дейін сақтап, кез келген уақытта пісіріп жесеңіздер болады. Енді сіздерге осы рецептпен жасауларыңызға міндетті түрде кеңес берем. Видеомды соңына шейін қарағандарыңызға рахмет сіздерге. Сіздермен болған Айгерім. Келесі кездескенше сау болыңыздар.